Бұл ойын индустрия тарихындағы ең танымал кейіпкер. Pac-Man және Super Mario. 40 жыл бұрын адамдар осы ойынды миллиондап сатып ала бастады. Тағы Sony телевизорларын, Nikon, Canon, Fuji фотоаппараттарын, жаңа Nissan, Toyota автокөліктерін. Өздеріңіз біліп отырғандай, бұлардың барлығы Жапонияда жасалған. 80 жылдары Жапонияның экономикасы қарыштап дамыды. Көп мамандар тағы 10 жылдың ішінде Жапония Америка экономикасын басып озады деп баға берді. Бірақ барлығы ойдағыдай болмады. Оның орнына Жапонияны Қытай басып озды. Toshiba компьютерлердің орнына Apple компьютерлері, Sony телевизорларының орнына оңтүстік кореялық Samsung басты. Қарыштап дамудың орнына Жапония соңғы 30 жылдың ішінде бітпейтін экономикалық тоқырауда тұрып қалды. Халық саны азайып, қарттардың саны көбейіп барады. 80 жылдары жергілікті фирмалардың акцияларын сатып алған адамдар ақшаларын әлі қайтара алмады. Неліктен Жапония экономикалық әлеуетін жоғалтып, әлемнің көшбасшы еліне айнала алмады? Және бұл елдің болашағы бар ма? Бұл қазіргі сәттегі әлемнің ең бай тобындыққа кіретін компаниялары. Көріп отырғаныңыздай, 10-нан 8 америкалық. Ал енді 40 жыл алдыңғы ең бай компанияларға қарасаңыз, 10-нан 8 жапониялық. Бұл 1979 жыл, мемлекет гүлденіп тұрған кез. Банктер әр адамға 2,5% несие берді және ипотеканы 100 жылға дейін берді. Жапонияның ауқатты адамдары байған үстіне байы түсіп, қымбат заттар сатып алудан рекорд үстіне рекорд жаңартты. Біреулері ең қымбат гауһар тасын $6,5 миллион сатып алса, Иван Гогтың күнбағыс картинасы да күншығыс еліне $40 миллион аттанды. Тіпті жапониялық Sony компаниясы америкалық Columbia Pictures кино компаниясын $3,5 миллиард сатып алды. Экономикасы қалай өссе, елдің ішінде де бағалары шарықтап өсті. Түсіндіре кетейін. Токиодағы Гинза ауданындағы 1 шаршы метр пәтердің бағасы $1 миллион дейін барды. Бұл пәтердің бағасы емес, 1 шаршы метрдің бағасы. Жапония қалай әлемнің екінші экономикасына айналды? Бұны түсіну үшін тағы да ондаған жылдар артқа қайтайық. Мемлекет белсенді түрде батыс технологияларын игере бастады. Әрине тегін емес. Ол қалай? Мысалы, америкалық DuPont компаниясы 20 ғасырдың басында көптеген мамандармен ақша жұмсап, жаңа зат шығаруға кірісті. Нәтижесінде нейлон атты пайдалы материал жасап шығарды. Оның не екенін білмесеңіз, одан әйелдердің колготкиін, тіс щеткаларын, төзімді жыртылмайтын парашюттар, тіпті айдағы ақштың туы да осы материалдан жасалған. Дәл осы материалды шығару үшін DuPont ондаған жылдармен $20 миллион астам қаржы жұмсайды. Ал жапондық Toyo компаниясы не істейді? Ол ондаған жылдармен $20 миллион құртпай-ақ, жай ғана DuPontға $7,5 миллион төлеп, қолдануға патент сатып алады. Осы келісіммен Toyo компаниясы $90 миллион астам табыс табады. Дәл осы сияқты жапондық компаниялар америкалық компаниялардың технологияларын қолдану үшін лицензиялар мен патенттерін сатып ала бастайды. 20 жылдың ішінде 15 мыңға жуық технологияларды қолдануға рұқсат беретін патенттерді сатып алады. Осы рұқсаттармен өз елінде зат шығара бастайды. Оны дамытты, жетілдірді. Тіпті Жапонияда жасалған тауарлар, оны жасап шығарған компанияның тауарларынан да мықты бола бастайды. Нәтижесінде Жапония нарықты өзінің арзан техникаларымен жаулап алады. Соның ішінде тұрмыстық техникалар, оптика, фотоаппарат, киім-кешек, компьютерлер бәрі жақсы болса, мемлекет гүлденіп тұрса, не дұрыс болмады? Онда келесі ақпаратты тамашалайық. 1970 жылдарда Америкада ең көп сатылған машина түрлері. Әдеттегідей көбісі американдық көліктер. Ford, Chevrolet, Pontiac, Dodge және аздаған Volkswagen. Ал енді 15 жылдан кейінгі жағдай. Әлі де Chevrolet, Ford көліктері көш бастап тұрған сияқты. Бірақ үшінші орында Toyota. Үздік ондықты тағы жапондық көліктер. Бұл жапондық тауарлар мен электроникаға да қатысты. Негізінде дәл сол уақыттағы Жапония 15 жыл алдыңғы Қытай секілді болды. Әлемдегі барлық затты шығаратын арзан фабрика рөлін атқарды. Бұл батыс елдерінің шымбайына батты. Жапониядан арзан тауар сатып алуды ұнатпағаннан емес әрине. Мұның себебі жергілікті компаниялар шығаратын заттар жапон тауарларына бәсекелестік бере алмады. Нәтижесінде штаттарда жұмыссыздар саны көбейді. Енді қайтеді, тауарлар өтпейді, жабылады, банкрот болады. Бұл американдықтарға аса ұнай қоймады. Тек америкалық тауарларды сатып алыңыздар деген ұран тасталды. Осы жағдайдан құлдықпен Америка қалай шықты? Ондаған жылдар бойы Америка Жапонияға өз технологияларын беріп, ел экономикасына миллиардтаған ақша құйды. Бұл бәріне ұнады. Кенет бұл американдықтардың өзіне тиімсіз бола бастады. Бәрі өзгерді. Ал енді тыңдаңыз. 1985 жылы Америка президенті Рейган осы уақытқа дейінгі сауда келісімдердің күлін көкке ұшырды. Мемлекет біздің технологияларымыз бен жаңалықтарымызды көшіріп, болашағымызға балта шауып отыр. Бұл жайттың еркін саудаға ешқандай қатысы жоқ. Таң қаларлық ештеңе жоқ. Дәл осыдан бір күн бұрын Жапония үшін еркін сауда айналымы тоқтады. Сіз Жапонияға барып,
Тауар сатам деп ойласаңыз, одан бас тартыңыз. Ол мүмкін емес. 1985 жылдың қыркүйегінде Нью-Йорктағы Плаза қонақ үйінде Америка, Ұлыбритания, Франция, Германия, әлбетте Жапония мүшелері барлығына сауда жасау тиімді болу үшін курс бағамын қолдан теңестіруге келісім жасады. Бұл нені білдіреді? Енді елестетіңіз. Доллар сол кезде қымбат тұрды. Мұның несі жаман? Валюта құнды шетелден көптеп тауар сатып алуға өте тиімді. Бірақ америкалық тауарды сату қиындау болды. Осы орайда дисбаланс орнайды. Сенің тауар сатуыңнан тауар сатып алуың артады. Бұл кез келген экономика үшін өте қауіпті. Осы жерде екі таңдау бар. Кәсіпкерлердің банкрот болмас үшін доллар бағамын түсіру, я болмаса шетелдік тауарларға салық мөлшерін көбейту. Сонымен тараптар доллар бағамын түсіріп, есесіне американдық тауарлар да жапондық тауарларға бәсекелес бола бастады. Доллардың әлсіреуі енің келісілген мөлшерден асып қымбаттауына әкеліп соқты. Бұрынғыдай адамдар жапондық телевизорлар мен фотоаппараттарды, машиналарды сатып ала алмады. Себебі қымбат болды. Енді еннің бағасы құнды. Жоғарыда айтып өткенімдей, жергілікті ауқаттылар байлыққа балқып, ойына келгенде сатып алып, ертегідей өмір сүрді. Бірақ 5 жылдан соң елдің экономикасы күрт илхам болды. Бұрынғыдай тауарлар өтпей, жұмыссыздардың саны артты. Бұл оқиға жапондықтар жоғалтып алған 10 жылдық деп атау берілді. Елде зомби компаниялар көбейе бастады. Ол дегеніміз мысалы, сіздегі Magnum сауда желілерін алайық. Пайдалы ма? Иә, онда заттар сатылады. Адамдар жұмыс жасап, отбасын асырайды. Енді елестетіңіз, осы компанияның 17 миллиард доллар қарызы бар. Елге керек пе осындай компаниялар? Не істейміз енді онымен? Үкімет компанияларды сақтап қалу үшін оларға жеңілдетілген төмен пайызбен несие берді. Енді әрине, адамдарды жұмыссыз, банктерді ақшасыз қалдырмас үшін. Енді зомбидің бұл жерге не қатысы бар деп ойлап отқан болар. Негізінде компания зомби секілді. Өлі емес, тірі емес. Тапқанның бәрі өзіне емес, қарызға кетеді. Сондықтан даму болмайды. 2000 жылдары Жапониядағы әр үшінші компания зомби компания болды. Қазіргі кезде Жапония туралы ақпараттар оқыған сайын, мемлекет 80 жылдардағы күйзелістен әлі шықпай, қалпына келмеді дегенді оқимыз. Оба, тоқтаңыз, қайдағы күйзеліс, қайдағы тоқырау? Сен Токиоға қара, қандай әдемі қала. Жаңа Sony, Canon фотоаппараттары, Nissan, Honda, Toyota автокөліктері әлі шығып жатыр деп ойлап отқан боларсыз. Бірақ соңғы 30 жылда әлемді дүр сілкіндіріп, өзінің жаңа идеяларымен, амбицияларымен ғылымды дамытуға алып келетін Жапониядан қандай жаңалық шықты? Менің айтайын дегенім, қазіргі сәттегі ең қымбат компаниялардың тізімін қарасаңыз, міне, Apple мен Microsoft біздің қалтамызбен жұмыс үстелімізден орын алды. Олардың сатылымы сол 1985 жылдан кейін артты. Google мен Amazon 2000 жылдары, Facebook 2004-те, Tesla 2003-те айналымы артты. Тек бұл емес, қытайлық Tencent, Alibaba, Samsung компаниялары көшбасшылар қатарында. Samsung компаниясы алғашында жапондық Sanyo компаниясынан теледидарды сатып алып, сосын Кореяға барып құрастыра бастаған. Ал енді бұл кестедегі ең бай жапондық компания қайсысы? Біреу-ақ, Toyota. Жапония сондықтан бұл уақыттың барлығын жоғалған 10 жылдықтар деп атайды. Енді Жапонияның болашағы бар ма? Басқа жағынан қарасаңыз, Жапония халқы ұзақ жасайтын елдердің ішінде Гонконг екеуі көш бастап отыр. Орташа жас 85. Енді мәселе мынада, елде 60-тан асқан, зейнет жасындағы 35 миллион адам бар. Бұл дегеніміз әр үшінші тұрғын. Туу көрсеткіші жыл сайын төмендеп келеді. Жастардың саны азайған. Осылай жалғаса берсе, зомби компания былай тұрсын, тіпті зомби мемлекет болып қаупі бар. Себебі жас ұрпақ өзінің даму үшін емес, сол қарттарға зейнетақы төлеу үшін жұмыс жасайды. Қазір енді Жапонияда Кароши атты мәселе туындады. Жұмыстан зорлықтан қаза болу. Жыл сайын елде ресми түрде 200 жағдай тіркеледі. Әр жапондық ай сайын қосымша жұмыс уақытынан бөлек 80-100 сағат жұмыс жасайды. Еңбек демалысының жартысынан көбісін жұмыста өткізеді. Жас жұбайлар сәби сүюдің орнына ит асырауды жөн көреді. Себебі қымбат. Жапонияда осы жағдайға түсіп қалудан қашып құтылу мүмкіндігі болды ма? Негізінде жауыздықтың түп тамыры сол Плаза қонақ үйіндегі келісімде жасырылған. Ол Жапонияға қарағанда америкалықтарға өте тиімді болды. Жапония ол келісімнен бас тарта алар ма еді? Жоқ. Әрине Жапония ақш үкіметінің қолдауынан айырылып қалудан қорықты.